Salem dostlar. Men opamızın acı. Men suda zeytin. Suda zeytin ba. O şu ne gerek? Su, stakan, toz, kalp, kesečka, uba. Lupa. Lupa. Stakan. Kraska. Kraska gerek. Ben şimdi sana kömekleşeyim ya. Mынау şimdi boz turgan stakan ya. Soған su құйып берейін. Su қандай екен, ya? Бірінші судың қандай екен? Лупамен көріп аламыз. Жарай ма? Қандай екен? Айт. Su таза. Таза. Мөлдір екен. Мөлдір. Енді осы таза мөлдір суға бірінші қант салып көрейікші қандай болады екен, ya? Aralastır. İçip görüyorsun mu? Ya. Tatlı mı? Tuz. Tuz salıp göreyim de. Al salalım. Şimdi sonunda қант салсақ қандай болды? Тәтті күшті болды, ya? Ал тұз салсақ ше? Ащы болды, ya? Ал оны біз зерттеп біліп қойдық, ya? Яғни тәтті қоссақ тәтті болады екен. Ал ащы қоссақ қандай болады екен? Ащы болады. Ал келесі зерттеуіміз түстерді шығарып көрейік, ya? Біздің суымыз қандай болады? Түсі бар ма? Түсі жоқ, түссіз, ya суымыз. Енді осы түссіз суларға біз не қосамыз? Не қосамыз? Краска. Краска қосып көрейік, ya? Ең бірінші сары түстен бастап көрейік, ана. Ал саламыз. Қандай болды? Сары. Сары болды, ya? Ал енді қызыл түсті. Мен суға салып, тазалап алайық. Қызыл түске барамыз. Қызыл қайнап кетті ма? Біздің түссізіміз жасылға барып көрейік, ya? Жасыл болды. Жасыл түске айналды ма? Bize көк. Көк түс. Түс болды ма? Кестішпен қой оны. Ал енді айта қой. Су жаңа бізде таза еді, түссіз еді, ya? Біз краска қосқасын қандай түс болды? Жасыл. Неге жасыл болды? Жасыл қосса жасыл. Дұрыс. Ал? У сары. Сары болу үшін не істедің? Сары Красканы қостық, ya? красканы қостық. Қызылға қызыл краска қостық. Дұрыс. Көкті көк краска қостық. Сонда суға біз краска әртүрлі түстер қоссақ, су түсін өзгертеді екен, ya? Саған қызықты болды ма? Енді ше, достарыңа не дейсің? Достарға не дейміз? Ұнады ма саған? Ұнады ма саған? Айт енді. Ұнады ма? Ұнамады ма? Ұнады ма? Ұнамады ма?